Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін тауық еті мен күріш тағамын дайындайтын боламыз. Бізге керегі бір данадан пияз, кабачки, баклажан, болгар бұрышы, 2 дана чеснок, тауық еті, тұз, бұрыш, 50 грамм сұйық май, соус свит чили, паприка және қант керек. Енді ең алдымен біз көкөністерімізді жақсылап төрт-бұрыштап әрқайсысын турап аламыз. Ең біріншіден осылай пиязымызды ұсақтап тураймыз. Кабачки төрт-бұрыштап турамшалап аламыз. Дәл осылай және де баклажанды және де болгар бұрышында турап аламыз. Екі дана чеснокты жақсылап турамшалап көкөністерімізге қосамыз. Және де тауық етінде ұсақтап турап, ірі қып турасаңыздар да болады. Тауық еті жарты сағат піседі. Сиыр етін қоссаңыздар да болады. Бірақ сиыр етін 1 сағат, 1,5 сағаттай бұқтырамыз. Барлығын жақсылап араластырып, 50 грамм сұйық май қосамыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосамыз. Және де сәл дәміне қарай 2 грамм қант қосамыз. Паприка қосамыз. Соус свит чили қосамыз 10 грамм. Барлығын жақсылап араластырып, қызып тұрған табаға көкөністерімізді салып, үстіне сливкемізді құйып қуырамыз. Бетін жауып 30 минут бұқтырамыз. Аз болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып, комментарий қалдыра отырыңыздар. Келесі видеомда кездескенше.